Малик ибн Динар деген ғалым өткен. Алтын әріппен ислам тарихында аты жазылып кеткен ғалым. Бірден айтып қойайын, жаман сөз болып кетпес үшін. Ол кісінің бірақ тарихы ерекше. Ол кісі өте үлкен тақуа ғалым кісі, бірақ бірден ғалым тақуа бола қоймаған. Бір кездері ол кісі қатты араққа салынып, қарақшылықпен де айналысқан кез болған. Кейін бір белгілі бір қызы Фатимамен бір оқиға болады да, Фатима деген қызы қайтыс болып кетіп, бұл кісі тәубесіне келеді, былайша айтқанда. Сол тәубесіне келетін оқиғасы өте ұзақ, оны айтпай-ақ қояйын. Негізі бұл кісі тақуа болып кеткеннен кейін 5 уақыт намазын мешіттен қалдырмай мешітте оқиды. Түнгі тахаджуд намаздарын міндетті түрде оқиды. Күндіз ораза болады. Өзі ерекше адамда. Мен тағы да бір нәрсе айта кетейін. Міне уағыз айтушы адамға 2 құрал бар тағы да. Жаңа сөзден шығып жатыр. Түнгі намаз, күндіз ораза. Уағызшы адамның осы 2 таптырмайтын құрал осы. Сен түнде әлемдердің Раббысы Алла тағаламен тілдесіп алғаннан кейін, ол сәжделердегі түнде таратылатын нұрдан алып алғаннан кейін, сен енді аузыңнан шыққан сөзіңе де нұр тарайды күндіз. А сен күндіз аузың берік болған кезде Алла тағала ерекше сені жақындатады. Ерекше жақын құлдарының сөздерін Алла тағала шарт тарапқа таратады ертең. Өзінің сүйікті құлдарын Алла тағала дәрежесін естеп қояды, уағызшылық алаңында да дәрежесін көтеріп қояды. Өйткені Құранда Алла тағала ана ораза аяттарынан кейін бар ғой, айтады ғой: "Фаиза саалака ибади анни фаинни қариб, уджибу даъвата даъи иза даан, фалиястаджибу ли ва лиюъмину би лааллахум яршудун" дейді. Егер де сенен құлдарым мен жайында сұраса, мен оларға жақынмын дейді. Олар менен сұрасын, мен оларға сұрағандарын берейін, бірақ олар да менің айтқанымды істесін дейді. Сол кезде ғалымдар айтады, неге ораза аяттарын айтып келе жатты да бірден осылай мен оларға жақынмын деп айтып кетті. Ғалымдар айтады, өйткені бұл әлемде дейді, ораза деген ғибадат қылушылықтан артық Алла тағалаға жақындататын ғибадат жоқ дейді. Осы 2 құрал уағызшыға керек. Сен жамағат болсаң да, қарапайым жамағат болсаң да, үлкен имам, ұстаз болсаң да, осы 2 құрал міндетті түрде керек. Түнгі намаз, күндізгі ораза. Одан жаңа көркем мінезділікке қатысты Малик ибн Динардың оқиғасын айтып жатыр. Мешітте құфтан намазын оқиды да шығады. Үйіне қайтып бара жатқан кезде көшеде бір жас жігіт қатты араққа малынған, қатты араққа тойып алған, ішіп алған. Сол кісінің үсті басының барлығы батпақ бір жерлерге құлаған, ауыздарының барлығы сілекей, қолында бір құмыра арағы бар. Айқайлап жүр дейді. Алыстан естілмейді, жақындай бере сөзін анық естіген кезде айтады: "Алла, Алла" деп айқайлап жүр екен да. Әлемдердің жаратушысы Алла тағаланың қайталанбайтын Алла деген бір есімі бар. Соны айтып жүр дейді да, басқа сөз құрғандай, осын айтып жүр дейді ауызымен. Бірақ мас, өте қатты мас. Сол кезде Малик ибн Динардың көркемдігін қараңыз. Субханалла дейді. Мынандай Джалла ва Ала, биікте пәк болған Алла тағаланың есімін мынандай лас ауызбен айтып жүргені болмас мына бауырымның. Мен барайын да мешіттен дәретханадан су алып кеп бет аузын жуып қояйыншы дейді. Сөйтеді, Малик ибн Динар барады да бауырының бетін кәдімгідей сумен жуып қояды, үсті басын бәрін тазалап береді. Сөйтеді, рахметі де керек емес. Бұрылады да тыныш қана өзінің кетіп бара жатқан жағына кетіп бара жатып, бірақ мына мәселені қарасаңшы. Дұға қылады: "Раббым, Алла тағалам, сен мейірімді, мейірбансың ғой. Сен кешірімдісің ғой. Кешіргенді жақсы көресің ғой. Мына бауырымды да кешіре көрші" дейді да. "Сен кезінде мені алқаш болып жүрген кезде тәубеме келтіріп едің ғой" дейді. "Мен сияқты сүйкімсіз құлыңды тура жолға тәубеге келтіргеніңдей, мына менің бауырым байқұс тәубеге келе алмай жүр екен ғой, араққа малынып күнәға батып жүр екен. Соны да өзің тәубеңе келтіріп, күнәларын кешіре көрші" деп дұға қылып кетті дейді. Сол кезде ол кісі үйіне барып, тахаджуд намазын оқып, ұйықтайды. Ұйықтаған кезде түс көреді. Түсте бір дауыс естиді ғой ол кісі. "Я Малик" дейді. "Ей Малик" дейді. "Иза тахарта фамаху мин аджлина, фаттахарна қалбаху ли аджлика" деп айтады. "Ей Малик" деп айтады. "Кеше ана бауырыңның аузын біз риза болып қалсыншы деп тазалап кеткен болсаң, біз бүгін сен риза болып қалсыншы деп оның жүрегін тазалап қойдық. Бар да мешітке барып қарап кел" деп айтты дейді. Таң намазына барса, михрабта жаңа кісі өкіріп жылап Алладан кешірім сұрауда. Алла жүрегін тазартып жіберген да ананың. Алла тағала жүректердің әміршісі ғой.
алла тағала қалаған пендесінің жүрегін тазалап жібереді. Бірақ мынаны қараңыз, әдіс, тағы да бір әдіс, дұға. Жақсылыққа шақырамыз, жамандықтан қайтарамыз, бірақ сол бауырларға сырттан дұға жасауды ұмытып кетеміз. Дұға жасап қой сыртынан. Мен бағана я Раббым Алла, ана бауырым тура жолға келе алмай жатқанын көрдім, я Раббым Алла, соны тура жолға бастай көрші деп. Бір дұға жасап қойсаң, бұл ісің жемісті болады екен да. Бұл Мәлик ибн Динардың жаңағы бізге беріп жатқан тәсілі.